Барлықтарыңызға сәлем. Бұл видеода мен сіздерге осындай сақинаны жасауды үйрететін боламын. Мелоди. Қараңыздар, өте әдемі, өте сүйкімді. Ол үшін сіздерге бар болғаны түстер керек. Және де 30 сантиметр леска. Бұл видеоны бастамай тұрып, менің видеома лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Және де менің жаңадан шыққан видеоларымнан қол қоймас үшін подписка жасап, колокольчикті басып кетіңіздер. Бастайық. 6 дана бисер саламыз, сосын шетінде тұрған 3 бисердің ішіне оң жақтағы лесканың соңын кіргіземін. Осылай болады. Міне тартамын. Сонда бізде осылай болып шығады. Сол жақтағы лескаға 3 бисер саламыз, оң жақтағы лесканың соңын сол 3 бисердің ішіне кіргіземіз. Тартамыз. Енді сол жақтағы лескаға ақ, қара, розовый түсті бисер саламыз. Оң жақтағы лесканың соңын сол 3 бисердің ішіне де кіргіземіз. Осылай болады. Тартамыз. Осылай сіздерде шығу керек. Енді ана жақта үсті жағында розовый тұрған жерге 7 дана розовый бисер саламыз. Осы розовый тұрған лесканың соңын 3 розовый бисердің ішіне кіргіземіз. Осылай болу керек. Тартамыз. Мынау тұрған 3 бисердің ішіне кіргіземіз. Мелодидің жартысы дайын болып тұр. Розовый тұрған жеріне бір розовый және де 2 ақ бисер саламыз. Сосын мынау тұрған лесканың соңын сол 3 бисердің ішіне кіргіземіз. Осылай болу керек. Тартамыз. Біз енді мелодидің жартысын жасап болдық. Енді біз бұның мұрнын жасаймыз. Мелодидің мұрнын жасау үшін мына розовый тұрған үсті жағындағы лескаға біз бір розовый, ақ және де сары түсті бисер саламыз. Асты жақтағы лескамен сол 3 бисердің ішіне кіргіземіз. Сіздерде осылай болып шығу керек. Үсті жақтағы лескаға бір розовый, 2 ақ бисер саламыз. Асты жақтағы лесканың соңын сол 3 бисердің ішіне кіргіземіз. Осылай болу керек. Мелодидің екінші көзін жасайтын боламыз. Үсті жақтағы қарап тұрған лескаға бір розовый, бір ақ, бір қара бисер саламыз. Асты жаққа қарап тұрған лесканы сол 3 бисердің ішіне кіргіземіз. Тартамыз. Лескаға 3 дана бисер саламыз. Сосын екінші лесканың соңын сол 3 бисердің ішіне кіргіземіз. Тартамыз. Біздің мелодиямыз дайын. Енді біз оның құлақтарын жасайтын боламыз. Мынау лесканың үстіне 7 дана розовый бисер саламыз. Осы лескамен мынау 3 бисердің ішіне кіргіземіз видеодағыдай. Тартамыз. Мынау лесканың соңы мен ұстап тұрған мына жаққа дейін 3 бисердің ішіне кіргіземіз. Енді 3 дана бисер саламыз. Екінші лесканың соңын сол 3 бисердің ішіне кіргіземіз. Тартамыз. Мелодиямыз дайын. Енді ең соңына дейін осы схемамен 3-3-тен салып бітіреміз. Мен сіздерге бітірген кезде келемін. Мен сақинаны мен өзімнің саусағымның пішініне қарай жасадым. Енді екеуін қосамыз. Мынау лесканың соңын ең бірінші салған 3 бисердің ішіне кіргіземін. Енді мынау лесканың соңын шығып тұрған ең бірінші салған осы 3 бисердің ішіне кіргіземіз. Сонда бізде сақина дайын. Біз бұны лескаларды кемемен 3 рет байлаймыз. Біз лесканы қырқан кезде 1 сантиметр лесканы қалдырып қоямыз. Сол қалған 1 сантиметрді зажигалкамен поджигать етеміз кішкене. Тегізбейміз. Сонда біз осындай мелоди сақинасын жасадық. Өте сүйкімді, ерекше.
Сіздерге бұл видеоны сал лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Және мен жаңа шыққан видеоларымнан қалқану үшін подписка жасап, колокольчик басып кетіңіздер. Мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.